Құрметті көрермен, Айтулы күннің айшықты ақпараттары Ақшам телеарнасының эфирінде. Жаңалықтар тізгінінде мен Назерке Сапарбек, алдымен аңдатпа. Нұр Отан партиясының бастамасымен қолға алынған «Менің туым, менің отаным» акциясына қала жастары да қолдау білдірді. Қаламыздың өнерпаздары облыс орталығынан жеңіспен оралды. Сәтпаев қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі тұрғындарды жаңа қазақ алфавитіне бейімдеу бойынша жоспарлы тренингтер өткізуде. Менің туым, менің отаным патриоттық республикалық акциясына қала жастары да қолдау білдіріп, Сәтпаев индустриалдық колледжінде мемлекеттік туды салтанатты түрде көтеру рәсімі ұйымдастырылды. Нұр Отан партиясының бастамасымен қолға алынған «Менің туым, менің отаным» атты шараның басты мақсаты жастарды патриотизм мен отан сүйгіштікке баулу. Аталмыш оқу орнының ғимаратында ту белгіленген ретпен қойылып, студенттер қолына жалауша ұстады. Сап түзеген қатысушылар әнұранды орындап, мемлекеттік рәміздерге деген құрметтерін көрсетті. Салтанатты шарада Нұр Отан партиясы Жезқазған аймақтық филиалы жанындағы Жас Отан жастар қанатының аймақтық төрағасы Абай Бакчай сөз сөйлеп, акцияның негізгі мақсатына тоқталып, мемлекеттік рәміздердің құндылығын атап өтті. Сондай-ақ білімді, білікті жастардың ел болашағы екендігіне ерекше тоқталды. Құрметті жалынды жастар, жалпы «Менің туым, менің отаным» патриоттық акциясы Бауыржан Қыдырғалиұлы Байбектің бастамасымен Алматыдағы медеуде ең алғашқы рет осындай керемет акция болып, Қазақстан бойынша ең биік ту, ең жоғарғы ту, жоғарыға үлкен мәртебемен көтерген болатын. Міне, көпке созылмай бүгін Сәтпаев қаласында ерекше құрметпенен сол патриоттық акцияны «Менің туым, менің отаным» атты акциясын сіздерде жалғастырған екенсіздер. Осы бастамаларыңыз барша жалынды жастарға ізгі бір үлгі тұтарлық іс болады деген сенімдеміз. Қазіргі таңда еліміздің түкпір-түкпірінде мемлекеттік туды насихаттау, дәріптеу акциясы жалғасып жатыр. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбектің бастамасымен қолға алынған республикалық патриоттық акцияны индустриалдық колледждің студенттері қолдап, туымыздың тұғырлы болуын тіледі. Алтынгүл Төлегенова, Әділхан Қали, арнайы Ақшам жаңалықтар үшін. Қарағанды қаласында өткен жаңа есімдер балалар шығармашылығының 8-ші облыстық байқауынан жерлестеріміз жүлдемен оралды. Талантты өнерпаздармен әріптесім Диана Абдықалықова сұхбаттасып қайтқан болатын. Жастар жылына орайластырылып өткізілген байқауға вокалдық ән номинациясы бойынша қаламыздың атынан 15 жыл бойы ән саласында ұстаздық етіп жүрген Эльмара Жұбаниязованың тәрбиеленушілері қатысты. Сәтпаевтық өнерпаздар облыс көлемінен жиналған 800 оқушының арасынан өздерін жоғары деңгейде көрсете алып, туған жерлеріне жүлдемен оралды. Қазір балаларым жетістігін айтатын болсам, бүгінгі таңда тоқталып отырғаным кешегі облыстық Қарағанды қаласында өткен 8-ші жаңа есімдер атты конкурсқа барып қайттық. Бұл 8-ші рет болып жатыр, дәстүрлі өзі жылда өтіп тұрады. Біз енді оның 4-ші жылынан бастап бардық. 4-ші жылында мен мақтанып айтам, Мұханов Ерасыл деген оқушым бас жүлдемен оралды. Ол кезде де көптеген сайыскерлердің ортасында. Енді осы 4 жылдан кейін міне Әсемай мен Аружанда бардым. Әсемай жүлделі 2-ші орынды алды, және сертификат. Одан кейін Аружанда өз деңгейінде өте жақсы өлең айтып, алғыс хатпен марапатталды. 5 жасынан бастап қасиетті сахна төрінде ән айта бастаған Әсемай Арыстанбекова облыстық сайыстан 13-16 жас аралығында жеке орындаушылар номинациясы бойынша 2-ші дәрежелі дипломға ие болды. Жас өнерпаз байқауда Роза Рымбаеваның репертуарының «Күнге табыну» атты әнін орындаған. Мен 5 жасынан бастап өлең айтамын. Осы уақыт аралығында қаншама жарыстарға қатыстым. Республикалық, аймақтық, қалалық, тағы да басқа жарыстарға қатысып жүрмін. Осының бірі жақында өткен Қарағанды қаласында өткен жарыста жүлделі 2-ші орынмен марапатталдым. Өте қуаныштымын. Жаңа есімдер облыстық байқауында Аружан Иманалиева да бағын сынап, өз дәрежесінде жақсы өнер көрсетіп, алғыс хатпен марапатталды.
Ән айтып жүргеніме осы 4 жыл болып қалды. Осы 4 жылдың ішінде көптеген байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Осы жақында өткен Қарағанды облысында жаңа есімдер байқауына қатысып, алғыс хатпен марапатталдым. Осы конкурсқа қатысқаныма өте қуаныштымын. Мені қолдап жүрген барша ата-анама және де ұстазыма алғысым шексіз. Жаңа есімдер облыстық байқауында вокалдық ән номинациясынан бөлек «Менің туған өлкем» атты фотокөрме, хореография және көркем сөз оқу секілді тағы 3 номинация болды. Хореография жанрынан қаламыздың намысын Нұр шашу би ансамблі қорғады. Жас өнерпаздар ұйғыр биін кәсіби деңгейде орындап, көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп, халық биі номинациясы бойынша 1-ші орынға ие болды. Ансамбль жетекшісі Аллагүл Касенова үмітін ақтаған оқушыларына ризашылығын білдіріп, демеушілік жасаған ата-аналарға алғысын жеткізді. Мәдени сауық орталығы жағынан Нұр шашу би тобы құрылғанына 2014 жылдан бастап 6 жылдың көлемі болды. Бұл уақыт аралығында біраз деген конкурстарға қатыстық, жүлделі орындарда болды. Соның ішінде үлкен топ Қарағанды қаласында жаңа есімдер облыстық байқауына қатыстық. Бірінші орынға ие болдық. Мен сеніп бардым, 1-ші орын аламыз деп сеніп бардым. Қыздар үмітімді ақтады. Ата-аналарға көп рахмет. Осылайша дарынды оқушыларымыз дара шығып қала намысын қорғады. Айта кетейік, жастар жылына орай өткізілген байқаудың мақсаты балаларға рухани адамгершілік тәрбие беру, олардың жаңаша шығармашылық қабілетін ашып, кейіннен таныту болып табылады. Диана Абдықалықова, Еркебұлан Ержан, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Сәтпаев қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі тұрғындарды латын графикасына негізделген жаңа қазақ алфавитіне бейімдеу бойынша тренингтерді белсенді түрде жүргізуде. Осы жылдың қараша айынан бастап мұндай шаралар күнделікті бола бастады. Толығырақ әріптесім тарқатады. 2018 жылы 19 ақпанда елбасының жарлығымен латын графикасына негізделген қазақ әліпбиі бекітіліп, соған сәйкес жаңа әліпбиге көшуге арналған кең талқылау мен шаралар қолға алынуда. Бұл бағытта қалалық деңгейде атқарылып жатқан игі бастамалар да аз емес. Латын қарпінде оқуға, жазуға дағдыланамыз тақырыбындағы күнделікті тренингтерде осы бастамалардың жалғасы. Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен өткізіліп жатқан шара қаладағы түрлі сала мамандарының басын біріктіру. Тренинг жаңа әліпби негізінде қазақ тілінің емлесін зерделеу, латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін зерттеуде жаңа тәсілдерді тиімді пайдалану жолдарын дамыту мақсатында ұйымдастырылды. Сәтпаев қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен күнделікті қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру бойынша күнделікті тренингтер өткізіліп жатыр. Ол тренингтер күнде бір уақытта, яғни сағат түстен кейінгі уақытта, сағат 3-тен 5-ке дейін өткізіледі. Бұл тренингке біздің қаламыздағы түрлі сала қызметкерлер қатысады. Тренингтердің мақсаты қала тұрғындарын осы латын әліпбиі бойынша оқуға, жазуға дағдыландыру. Тренинг барысында тыңдаушылар жаңа әліпбиде түрлі жаттығуларды орындады. Бөлім басшысының міндетін атқарушы Мадинат Балтина қазақтың төл сөздері мен кірме сөздерінің грамматикасы, қосымшаларды жалғау ережелері және кейбір әріптердің латын графикасында жазылу, оқылу ерекшеліктерін түсіндірді. Өзгеруі мүмкін әріптер ол мынау дыбысы, әріпі, сосын и әріпі өзгеруі мүмкін. И әрпінің жазылуы өзгеруі мүмкін. Өйткені халықаралық тәжірибеде, мына жерде ағылшын тілі мамандары отыр екен, халықаралық тәжірибеде мынау біздің әрпін, дыбысын таңбалайтын әрпіміз, ол и деп оқылады ғой. Осылайша қала тұрғындары семинарға қатысып, латын әліпбиіне қатысты ақпараттармен танысып, тәжірибе алуда. Айта кетейік, тренинг жыл соңына дейін жүргізілетін болады. Мамандардың айтуынша, бұл тұрғындардың сауатын ашып, жаңа графикаға тез бейімделуге септігін тигізеді. Диана Абдықалықова, Еркебұлан Ержан, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар.